Ассаламу алейкум, қадірлі жамағат, ардақты ағайын, күніміз қайырлы, отанымыз тыныш, отбасымыз аман болсын, дін диянатымыз түгел болсын. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының тарапынан дайым үгіт насихаттың арқауына айналып жүрген дін мен дәстүр бағыты жұмыстарымызды одан әрмен қарай жалғастырамыз. Бүгін дін менен дәстүр кітабының 3-ші кітаптағы нан қиқымын тастама деген тақырыпты арқау етіп отырмыз әңгімемізге. Жалпы нан астың атасы, нанда береке бар, нан тоқшылықтың белгісі. Еліміз нанның отаны саналады. Бидай деген асыл дәніміз бар. Алтын күміс ас екен, арпа бидай ас екен, алтын күміс тас екен деп халқымыз бұны да өзінің шумағына қосып қойған. Сондықтан біз нанды бидай кезінен, егіс кезінен, оны сонау қырманға түсіргеннен, егіс алқабынан бастап, оны қырманға түсіріп, оны дерменге барып, оңғып тартып, оны қашан астауға түсіріп, ас қылып, алдымызға ағарып нан болып келгенше қадірлейміз. Біз нанның ұрпағын, оның ұрпағын да қадірлейміз. Тұтастай ол үлкен нан көлеміндегі дүниені де қадірлейміз. Нанның қиқымын тастама деген сөз бұл бізге тыйым да, бұл бізге тәрбие де, бұл бізге үлкен тағылым да болады. Жалпы нанның қиқымын тастамаңдар, бай боласыңдар деп бізді тәрбиелейтін. Халықтың дәстүрлі тәрбиесіндегі нан қиқымын тастамау, оны баспау, бұл үлкен бай боласың, малың көп болады деп, оларға бұл діннің үкімі, аяттың үкімі, пайғамбар хадисінің үкімі деместен, бұны бай боласың деп бізге кішкене кім тар өмір сүргісі келеді, кем өмір сүргісі келеді. Барлығы да баршылықта балпиып өмір сүргісі келеді. Қазақ халқы өзінің ұрпағын осы нанды қадірлеуден бастап, ертеңгі ас ауқатын адалынан тауып, оны берекесімен жалғастыруды насихаттайды. Сондықтан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам шын мәнінде Алла тағала нанға көктем береке дарытып, жердегі нығметін үлесім берген дейді. Кім дастарханнан түскен қиқымдарды теріп жесе, күнәсі кешіріледі деген ардақты, қасиетті бір хадис бар екен. Демек, мынау жердегі қиқымдарды әжелеріміздің, аталарымыздың теріп жеп, обал болады деп оны қалқып ас жеудің барысында және соңынан теріп жеп отыратын кісілерді біз аштығынан емес, әдебінен деп білуіміз керек екен. Ұрпақ нанды қадірлейтін болсын, қастерлейтін болсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату.